Sizlerге bir-екі сұрақ қояйын. Балалар, бір жылда неше мезгіл бар? Кім біледі? Bir жылда неше мезгіл бар? 4 мезгіл бар. Ал бірге атауларын атайық. Көктем, күз, жаз. Дұрыс, өте жақсы. Bir жылда неше ай бар, балалар? 12 ай бар. Дұрыс. Ал бір мезгілде неше айдан тұрады? 3 айдан тұрады. Дұрыс. Қазір біз қай мезгілдеміз? Көктем мезгілдеміз. Қазір біздер наурыз айында. Өте жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыз білім беру саласы танып, ұйымдастырылған оқу қызметі, математика негіздері мен айналаны танып білемін. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы апта күндері. Апта күндерінің ретімен танысатын боламыз. Балалар, аптада неше күн бар екен? Олардың атауларын және ретін білетін боласыздар. Балалар, бізге бүгін апта пойызы келіпті. Қарайықшы. Пойыздың неше вагоны бар екен санайықшы бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Балалар, пойыз 7 вагоннан тұрады. Яғни бір аптада 7 күн болады. Балалар, мен сіздерге бір ертегі оқып берейін. Апта туралы ертегі. Ертеде алыс орманда жыл деген ата тұрады екен. Оның 4 балалары бар екен. Көктем, жаз, күз, қыс. 12 немерелері бар екен. 1 шөбересі және 7 шөпшегі бар екен. Әр шөпшегінің әдемі есімі бар. Жыл атаның шөберелерімен танысайық. Дүйсенбі, сәрсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бірақ ата шөберелерін аттарын шатастырып алыпты. Енді жыл атаның шөберелерін атауларын тауға көмектесеміз. Оны мына таппақ арқылы тауып алыңыз. Балалар, мына жерге апта күнге 7 бала шыға қояйық. Айниса, Бағлан, Адаймұрат, Айсана, Аяулым, Лейла шыға қойыңдар. Балалар, бірінші сіздерге бүгін біздер апта күні болып жыл атаның шөберелерінің аттарын айтамыз. Дүйсенбі, сәрсенбі, сенбі, жұма. Келе қойшы кел. Асылай келе қой. Санжар келе қой, жексенбі болады. Сұра қойыңдар балалар. Ой, аншақ санжарсың отыра қойына жексенбі болады. Балалар, біздер қазір апта күндердің жыл атаның шөбересі болып тұр. Енді аталарымыз атайды. Дүйсенбіде доп ойнайды алаңда. Айта қой. Дүйсенбіде доп ойнайды. Сейсенбіде серуен құрады далада. Сәрсенбіде сурет салады сәндетіп. Дүйсенбіде би билейді әндетіп.
жұма күні жидек тереді ағаштан, сенбі күні кино қарайды театрдан, жексенбі күні үйде болады демалады. Балалар, ендеше міне атаның шөберелерін өзінің еркелететін аттарымен атап шықты. Балалар, қараңыздаршы, бір аптада 7 күннен тұрады. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, дүйсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ендеше отыра қояйық. Балалар, ендеше оқулықты жұмыс. Дәптерімізді аша қояйық. Дәптерімізді ашайық. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз балалар. Қараңыздар, суретте кітапта қараңдар. Әйгерім деп мына қыз балаға ат қояйық балалар. Әр 7 күнде Әйгерім немен айналысады екен, қарайықшы. Дүйсенбі күні немен айналысады, қараңыздар. Адаш бар. Сейсенбі күні немен айналысады? Сәрсенбі күні биге барады. Дүйсенбі күні бақшаға шығып шарбақты тазалайды да. Жұма күні не істейді? Сенбі күні жексенбі күні дұрыс. Өте жақсы. Балалар, Әйгерім 7 күні өзінің айналысатын уақытын 7 күнге бөліп қойған екенді. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударамыз балалар. Апта, қараңызшы, екінші тапсырма назар аударайықшы. Апта күндерін ата дейді. Олардың үйлерге орналастырып, үйлердің номерін жаздырып. Балалар, көп қабатты үйлер көріп тұрсыздар ғой, иә? Көп қабатты үйлерді көріп тұрмыз. Сол үйлерді өзінің рет-ретімен орналастырып жаздырамыз. Кітаптың ортасына жаздыратын бар. Мен сіздерге көмектесейін бірге. Алып үйлердің номерін жаздырамыз рет-ретімен. Бір аптада неше күн болады балалар? Бір аптада неше күн? 7 күн балалар. Мынаны алып, үйдің ретімен жаздырамыз. Міне, 3, 4, 5, 6, 7. Айниса, Айсана, мынаның ортасында алды. Нәжімге тапсыра қой. Тапсырдың ба, Лейла? Айниса, тапсырдың ба? Нәжімге 2. Бағла тапсырып қойды, өте жақсы. Үйлердің номерін жаздырамыз ретімен балалар. Бәріміз болдық па? Жарайсың, өте жақсы. Айыр тапсырып қойыпты, Арайлы тапсырып қойыпты балалар. Ендеше балалар, кішкене сергіту сәтімізді демалып алайық. Орнымыздан өте жақсы балалар. Балалар, келесі 3-ші тапсырмаға назар аударайықшы. Апта күндерінің сәйкес түстерге бояйық. Түстерінде әр қарандаш түспен көрсетіліп тұр, қандай түске бояу керек екен.
Sonra әдемі етіп балалар бояймыз. Балалар әдемі етіп бояймыз. Түрлі түсті қарандаштарымыз шығарып. Қарандаштарым қайда? Шығара қойыңдар. Әкеме жақсы көмектесейін саған. Бояйыңдар, әдемі етіп, аптар күндеріне сәйкес түске бояндар. Қарма етіп, әдемі қылып бояйық балалар. Алтын жасты. Өте жақсы еді. Әдемі бұл боя қоямыз. Балалар, бір аптадан неше күн болады? Кім айтып береді? Бір аптадан неше күннен тұрады? Бір аптадан неше күннен тұрады? 7. Атауларын тағы да бірге атайықшы. Дүйсенбі, сәрсенбі, дүйсенбі, жексенбі. Өте жақсы балалар. Әдемілетіп бояйық. Боядың ба Айниса? Өте жақсы. Айниса бүгін бірінші бітірді. Смайлингпен бағалаймыз. Өте жақсы. Екінші кім бітірді? Бітірдің бе? Санжар бітірді. Өте жақсы. Али де бітірді. Өте жақсы. Жарайсың. Бағлан, сен де бітірдің бе? Өте жақсы. Тамаша. Тағы кім бітірді? Тағы кім бітірді балалар? Әдемілетіп бояйық. Далила бітірді. Өте жақсы. Жарайсың. Әдемі етіп бояймыз. Рабия бітірдің бе? Рабия бітірсе, смайлингпен бағалап бояйық. Өте жақсы. Лейла, бітірдің бе? Жарайсың. Өте жақсы. Тамаша. Бүгінгі біздің сабағымызға қатысқан балалар өте жақсы қатысты. Аяулым да бітірді. Жарайсыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды.